Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ, әрі дәмді алмалы бәліш дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Алмалы бәліш дайындау үшін бізге 5 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаны ағынан сарысын ажыратпай, барлығын бір ыдысқа салып, миксердің көмегімен ақырынан жоғарыға қарай қойып, дұрыстап көпіртіріп алатын боламыз. Алмалы бәлішіміздің жасалу жолындағы азық-түліктерді описание бөліміне жаза кететін боламын. Міне мен миксердің көмегімен жұмыртқалы массаны 10 минут араластырдым. Одан соң ақырындап аз-аздан қант салып, тағы да араластыруды жалғастыратын боламын. Міне жұмыртқалы масса дайын, оның үстіне ерітілген сары майды құямын. Осы жерде айта кететіні жайт, сары майымыз аса ыстық болмау қажет. Кішкене суытып барып, бірақ қосамыз. Миксердің көмегімен тағы да араластырамыз. Оның үстіне бір шай қасық қопсытқышты салып араластырып аламыз. Қопсытқышпен оны араласқан соң, жұмыртқалы массамызға аз-аздан салып, миксердің көмегімен тағы да дұрыстап араластырып аламыз. Міне алмалы бәлішіміздің қамыры осындай. Одан соң орташа 3 алманы ұсақтап турап, ішіне салып араластырамыз. Дұрыс араласу үшін осындай күрекше қажет болады. Осылай видеодағыдай күрекшенің көмегімен сырттан ішіне қарай ақырын ғана араластырып алатын боламыз. Одан соң осындай ыдысымызға сұйық май жағып, үстіне дайын болған сұйықтығымызды құйып, үстіне осылай жартылай туралған алмаларымызды безендіріп шығатын боламыз. Одан соң қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Міне біздің алмалы бәлішіміз дайын. Үстіне қант ұнтағын сеуіп ұсынуларыңызға болады. Өте дәмді ас болсын.